Assalamu alaikum, hürmetli dostlar. Bugün bizlerden biday unu tağışımız sındı. Biday arpa işine köp түсіп кетіп жатыр, ұнтамай жатыр. Мынаусын ашып қарасам, мынау сеткі мына жерде тұратын. Былай тұрады сеткісі. Сол сеткісі былай тұрған кезінде мынау тиіп, сол енді бұл жыртылып, қасынан бидай ағып кете береді екен. Соны алып, қайтадан сваркілеп, жөндеп қойдым. Мына жерде мына тесіктері бидай кететін. Бестік екен. Бестік. Енді соны жаңа 3,5-ға бұрға әкеліп, сол жаңадан мынандай сеткі дайындап жатырмын. Енді сол мынаны қазір уақытша қоя тұрам. Сеткі дайын болғасын, осының орнына әкеп қоямыз. Қазір көрсетеміз. Мен достар, мынандай тат баспайтын труба. Осындай 200-лік ба диаметрі. Соны 3,5 миллиметрлік бұрғымен өстеп тесіп жатырмын. Осыны сосын мынандай тесіп аламын, дайын қып, сосын болгаркамен кесіп, сеткінің орнына қойып жіберем. Кейін және көрсетем қалай болған. Жарымдықпен тесуді жалғастырып жатырмын. Жартысы болды уже мінекей. Енші майлы қалды. Bir сағаттан көп болды уже. Осылай көрсете берем. Міне болгаркамен кесіп алдық. Енді қазір апарып қоямыз. Қандай болды? Дірелмен тесіп, апарып қоямыз. Міне достар, орнына қойдым. Бұлай болды. Мына бір сыртындағы резинкасын ауыстырдық, жаңа резинка қойдық. Енді пышақтарын мынандай жағдай. Жарайды, осылай қалдырамыз пока пышақтарын. Болды, қазір көреміз. Мынаусын орнына жинап, және көрсетем қалай ұмтап атқан. Қазір бұлай болып тұр не. Олдар көп бидай. Және қосып көрсетем қалай болған көреміз. Сеткіні қойып, дровилканы қостық. Ақырын кетіп жатыр. Қазір көреміз. Әске кетіп жатыр, производительности азайды, бірақ өте күшті ұмтап жатыр. Мына бұқаларды дала еген уже кіргізіп жатыр қорасына. Ана есік жабық бет. Мына жердегі шөпті беріп бастадық. Бүгін осы достар, дровилкамызды осылай істедік бүгін. Қош, сау, аман болыңыздар.